Құрметті балалар, бүгін біз сендермен 18 мамыр күні Олжас Сүлейменов 85 жасқа толып, соған арнап қазақтың қанатты ақыны атты дөңгелек стол ұйымдастырып отырмыз. Олжас Сүлейменов 1936 жылы 18 мамырда Алматы қаласында туған. 20 ғасырдың екінші жартысындағы қазақ поэзиясының жарқын өкілі, ғылым әрі дипломат. Ақынның балалық шағы мен соғыс жылдарындағы және одан соңғы сан қилы оқиғаларына сәйкес келіп жатуының тарихи заңдылықтары бар. Орта мектепті бітіргеннен кейін Олжас Сүлейменов Қазақ мемлекеттік университеттің геологиялық барлау факультетіне оқуға түседі. Содан ол оқуының соңғы жылдарына дейін геологиялық барлау топтарына жұмысын ұйымдастырады. Олжас Сүлейменовті білесіңдер, ол кісі Семей, Невадаға көп үлес қосқан, және де орыстың белгілі ақыны Рима Казакова Олжас Сүлейменовке тақпақ шығарған, өлең шығарған. Қане, Ділназ, соны оқып берші. Осы бір рухани достық поэтикалық туыстық туралы орыстың белгілі ақыны Рима Казакова былай терминеді. Өзіңді сүйемін мен Олжас жолдас. Жаңды ешкім жан оңай жалай алмас. Жарына қанша марек жан күйгем жалынға лаулап тұрған күн шарпылмас. Табынып әуел бастан талантыңа, балағым әр сөзіңді сафалтыңа. Өмір шыңға қорқақ шыға алмайды, батылға жеңіс те бар жоғалтуда. Айнылмас әділдіктен бетін бұрмас, өмірге сеней ақын қайта тумас. Сүйесің көп нәрсені бұл дүниеде, сүйемін сол үшін де өзіңді Олжас. Шаршамай шартарапты шараларымен, тартыстың талай жауларымен, сырымды жайып салғам алғаш сені, өмірде сүйіп тұрып бар жанымды. Осы орыстың ақынының өлеңін Несіпбек Айтұлы қазақшаға аударған екен. Қане, Наурызбай, сен Олжас Сүлейменов Семей, Невадаға қандай үлес қосқан, соны егер аталады масқа суы туралы айтар болса, онда Олжас үшін мерейтойлық биылғы жылы Невада Семей антиядролық қозғалысының 32 жыл толатынын еске алуға болады. Ол халықаралық қоғамдық өмірге бірегей құбылысқа айналып, антиядролық насихатты бейбітшілік қарусыздандыру жолындағы күресте ядролық сынақтан зардап шеккендерге көмек көрсетуден баға жетпес рөл атқарды. Жақсы. Қане, жарас. Олжас Омарұлы Сүлейменов өз халқы үшін, біздің еліміз бен халқымыз әлемдік тарих пен өркениетке лайық орын алу үшін өте көп іс тындырды. Ол Қазақстан халқының ұлттық бірлігін нығайтуға, Қазақстан мен басқа елдердің арасындағы достық пен ынтымақтастықты дамытуға зор үлес қосты. Ол өз отанының мұқтаждықтарын түсінетін әрі осы жердегі бейбітшілік пен тұрақтылықтың мүддесі және біздің халқымыздың амандығы үшін әрекет ететін шынайы патриот. Жақсы. Міне, балалар, бізді кітапханаға тақырыптық сөре қойдық, қазақтың қанатты ақыны атты. Соны келіп қарап, кітаптарды Семей қасіреті деген кітап бар, Азия деген кітап бар, мына жерде біздің папкамыз бар, жинақталған папка. Соны көруге болады. Сосын мына жерде жазушылар әлемі атты кітабы бар. Соның ішінде Олжас Сүлейменов туралы көп мағлұматтар алуға болады. Келгендеріңізге